Тас-Сор-Құлсары тас жолының 45-ші шақырымында жүк көлігі тұтастай өртеніп кетті. Оқиға кеше түсте болған. Белоруссия Ақтау бағытын бетке алған жүк көлігі тауық етін тасымалдапты. Қызыл жалынды ауыздықтауға Мақат ауданының нөмірі 8-ші өрт сөндіру бөлімінің техникасы және 6 бірлік жеке құрам жұмылдырылған. Абырой болғанда қаза тапқандар жоқ. Қазіргі таңда өрттің шығу себебі анықталуда. Жалпы жыл басынан бері аудан аумағында осымен 3 көлік өртқа оранды. Осыған орай аудандық төтенше жағдайлар бөлімі мен аудандық полиция бөлімі қызметкерлері рейд ұйымдастырып түсіндірме қағаздарын таратты. Аудан аумағында жүк көлігінің жану фактісі орын алды. Осыған орай автомобильде өрттің пайда болу мүмкіндігін төмендету үшін жеке автомобильді техникалық жарамды күйінде сақтау, зауыт нұсқауы талаптарына сәйкес пайдалану мен қызмет көрсету, сонымен қатар өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауды ескертеміз. Электр өткізгіш жүйесіндегі ақаулардан өрттер мен өте жиі пайда болады. Сондықтан оқшаулау күйінде түйісулерді сапасын назар аудару қажет. Электр жүйесіндегі барлық өзгерістер мен толықтырулар сапалы түрде білікті техника арқылы тексерілуі керек. Егер сіздің автомобиліңіз қозғалыс кезінде өртене бастаса, өрт кезінде автокөлікте келесі өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыз. Автомобильді тоқтатыңыз, қозғалтқышты өшіріңіз, капоттың бекіткішін босатыңыз, бірақ капотты ашпаңыз. Барлық жолаушыларды шығарыңыз. 101 нөміріне телефон соғып, өрт сөндірушілерді шақырыңыз. Егер қауіп болмаған жағдайда көліктегі өрт сөндіргішті пайдаланып әрекет жасаңыз.